Баршаңызға қайырлы күн, достар. Бүгін сіздермен 30 минутта дайын болатын, оқтауды қажет етпейтін балды торттың керемет рецептісімен бөлісетін боламын. Өте дәмді, әрі нәзік, жұмсақ болып шығады. Ең алдымен су моншасына 250 грамм балымызды салып, қыздырып аламыз. Балымыздың үстіне бір қасық ас содамызды салып, араластырамыз. Осындай реакция беретін болады. Мен светін өзгерту үшін су моншасында жарты сағаттай ұстадым. Неге осындай болып шықты светі? Енді ішіне 120 грамм сармайымызды салып, суытып аламыз. Бөлек ыдысымызға 4 жұмыртқамызды жарып, үстіне 1 кесе қант салып, миксермен не болмаса венчиктің көмегімен жақсылап ағарғанша араластырамыз. Суып тұрған балды массамызды мен түгел құйып жібердім. Міндетті түрде суытып қосқан дұрыс, әйтпесе жұмыртқамыз пісіп кетуі мүмкін. Неге енді ұнымызды елекпен өткізіп қосамыз. Өйткені тортымыз жақсы көтеріліп шығады. Ұнымызды да бірден салып жібермей, бөліп қосатын боламыз. Сонда ұнымыз біркелкі тегіс жақсы араласатын болады. Мінекей осымен біздің қамырымыз дайын. Енді шөміш қасықпен 1,5 шөміш қасық салдым ортасына. Сосын електің көмегімен ұнымызды сеуіп шығамыз. Мінекей барлық жеріне сеуіп алдық. Енді қолдың көмегімен осылай жаятын боламыз. Сонда сіздің торттарыңыз өте жақсы болып көтеріліп, жұмсақ, нәзік болып шығады. Осылай қолдың көмегімен өзімізге керекті форманы жасап аламыз. Мен өзім дөңгелек формаға жасап жатырмын. 4 бұрышты керек болатын болса, осылай басып отырып формасын шығаруға болады. Енді пешке салып барлығын осылай пісіріп алатын боламыз. Мінекей тез пісіп шықты. 3 минуттың ішінде тез пісіп шықты, жыртылмай. Өте керемет болып шықты, жұмсақ. Менің ойымдағы балды торт. Сіздер де жасап көріңіздер. Мінекей күшті болып көтеріліп, 6 кор шықты. Енді осы диаметрінен қалған қалдықтарын езіп, пешке салып қыздырып алатын боламыз. Блендермен немесе оқтаудың көмегімен езіп алған дұрыс. Мен оқтаудың көмегімен осылай күшті болып езіп алдым. Енді кремін дайындайтын боламыз. Креміне мен випакты қосамын. Және де сгущенка қосам, жарты кесе. Сармаймен де, қаймақпен, сгущенкамен де жасауға болады. Әр қалауыңыздың әртүрлі қылып кремін дайындай беруге болады. Енді миксермен 10 минуттай жақсылап араластырып аламын. Мінекей осындай қоюлықта болу керек. Енді сгущенкасын қосып, оны да араластырып шығамыз. Мінекей креміміз дайын. Енді корждарымызға жағып, тортымызды көтеріп дайындайтын боламыз. Ол үшін мен жарты кесе сүтке 1 қасық қант салып, осылай тестіміздің үстіне осы жағып шығамын. Сонда біздің тортымыз жұмсақ, нәзік болып шығады.
Мінекей кремдерін бәрін тегістеп жағып алдық. Енді балды тортымыздың классикалық әсемдеу түрімен жасап шығамыз. Мінекей біздің балды тортымыз дайын болды. Өте керемет, нәп-нәзік, жұмсақ болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Ұнаса лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.